Шамамен түн орталарында гитлершілер шамдар мен ақжалауларын желбірете бастады. Біз олардың тағы да атысты тоқтатуды, парламентерлерді қабылдауды сұрап жатқанын түсіндік. Алайда біздің батальондар гитлердің жер асты бункерінің кіреберісіне жақындаған сайын олардың қарсылығы күшейе түсті. Алайда ештеңе заңды нәтижені өзгерте алмады. Қаруларын тікелей нысанаға қаратып, зеңбірекшілер империя сарайы мен жер асты баспаналарын жойқын оттың көшкінімен жауып тастады. Мамырдың 2 күні түске таман полк командирі қоңырау шалды. Ол абыржыған дауыспен: "Жолдас Нұрмағамбетов, мен сізге және барлық жеке құрамаға жаудың берілгені туралы қуанышты хабарды жеткіземін" деді. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Мен өз құлақтарыма сенбей, тағы да бір рет қайталауды сұрадым. Пешков күліп: "Фашистер түзебікті, естіп тұрсың ба, қымбатты сағадатым? Жеңіс! Қазір-ақ мен мұны бәріне жеткіземін!" Айқайладым мен. Менің қасында тұрған капитандар Цыганков пен Ямпольский бір ауыздан: "Не болды, майор Жолдас? Не болды?" деп сұрап жатты. Мен сөйлей алмадым. Өздігімнен көзімнен жастар шыға бастады. Соғыста алғаш рет жауынгер достарымды құшақтап сүйе бастадым. Содан кейін: "Жеңіс, жігіттер! Жеңіс! Осы күнге де жеттік" дедім. Жауынгерлер мені естіді. Шулай бастады. Бүкіл батальон жүгірісіп кетті. Ол кезде қуаныштан не болып жатқанын жеткізу қиын еді.